Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін шілденің 17-сі. Баршаға қайырлы таң. Бүгін тамаша күн болып тұр басталғалы. Осы видеоны сіздерге арнап түсіріп жатырмын. Мәке, қараңыздар. Мына екі дарбыз, екеуі бірдей. Салмағы да бірдей. Жаңағы не, піскен уақыты бірдей. Базарда сатып жатыр деп ойлайық. Қараңыз. Бір дарбызды 300 теңге дейді, бір дарбызды 500 теңге дейді. Бір көзбен қарағанда, ішін кесіп қараса, екеуінің іші де қып-қызыл. Бір қарағанда айырмашылық жоқ. Сіз қайсысын аласыз? Әрине, 300 теңгеге, 3 теңгелікке аласыз. Ал енді сатушы бұлай дейді. Мынау дәрімен піскен, мынау бегумусқа піскен дейді. Ал енді сіз қайсысын таңдайсыз? Сіз қайсы дарбызды жегіңіз келеді? Әрине, уже біз не қыламыз? Сәл қымбат болса да, бала шағамыз, өзіміз, мынау дәрісіз бегумусқа піскен дарбызды аламыз, қымбат бағасына қарамаймыз. Енді біз бұл системаны, бұл система осы жылы болды, базарға келді, бегумусқа піскен қарбыз. Енді онша көп егілген жоқ бұл жылы. Бір аптаның ішінде әжептәуір жаңағыдай қарбыздар өтіп кетті. Адамдар 10 штуктап, 20 штуктап, біздің группада список түзді, кімге қанша қарбыз керек деп. Сол кезде адамдар айтты жаңағы, 15-ін алам, 20-сын алам деп жаңағы, ертесіне, қарбыздар таусылып қалды ма, бізді алайық дегенде адамдар шығып жатты да. Уақыт өте, ол қарбыздар уже қамады. Жаңа группада жазып атқан жоқ, басқа қылып атқан жоқ. Ендігі жылы не істейді адамдар, дихандар? Осы нені білді. Енді дихандардың барлығы не істейді? Бегумус сатып алып, жаңағы қарбыз егетін болады. Системаны қағазға түсіріп көрейік. Мінеке, қараңыздар. Бірінші біз не талап етеміз? Бізге бегумусқа егілген қарбыз керек деп айтамыз. Мынау саудагер. Саудагер не істейді енді? Ол саудагер жаңағы дихандарды іздейді. Сен бегумусқа қарбыз ектің ба деп жаңағыдай сол бегумусқа еккен диханнан барып сатып алады. Дихан деп қояйық. Дихан. Осы жылы мысалға екті дихан. Оның қасындағы дихандар да көрді, оның саудасын көрді, қарбыздарын көрді. Олар да жаңағыдай іздеп бегумусқа егеді. Ал дихан не істейді? Ал дихан бегумус іздейді. Бегумусты кімдерден сұрайды? Осы шубалшан сатып андай бордақылап жатқан біздерден сұрайды. Көріңіздер, міне система қалай жұмыс жасап жатыр. Әрине бұл толық не емес жаңағыдай. Жалпы, бірақ масштабпен алған кезде осылай жұмыс жасайды. Сондықтан еш қорықпастан біздер бегумус өндіретін болсақ, бізде бар дейік, мысалға 50 куб бар, 100 куб бар, тұр, жаз қоямыз жаңағы OLX-ке, басқаға бегумус сатамыз деп. Уақыты келгендер дихандар не істейді? Соны сатып алады, полияға салады, полияда қарбыз шығады. Қарбыз піскен кезде саудагерлер келіп оларды алып кетеді, базарға салады. Ал базарда уже біз не істейміз? Біздің өзіміз жаңағы базардан сатып аламыз. Көрдіңіз бе? Система қалай жабылып жатыр. Даже мен осы шубалшан бордақылағанның өзінде мен өзім барып мына саудагерден сатып алам. Көрдіңіз бе? Система қалай. Бұл видео танымалдық мақсатта түсіріліп, YouTube каналға тіркеліп жатыр. Қандай да бір кем-кетіктері болатын болса, түсінікпен қараңыздар. Жалпы осымен видеоны тоқтатайық.
Баршаға күн сәтті өтсін. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Комментарияға өз ойларыңызды, сұрақтарыңыз болса қойып жазсаңыздар болады. Ал ендеше сау болыңыздар.